Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге көп жандардың сүйіп жейтін десерті трайфлды қалай жасау керектігін егжей-тегжейлі көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ешқандай қиындығы жоқ, сіздің де қолыңыздан келетініне сенімдімін. Бізде трайфлды жасау 3 этаптан тұрады: бисквитін жасау, кремін жасау және ганашын жасау. Ең алдымен бисквитін жасап алайық. Ол үшін бізге ұнымызға разрыхителімізді және какаомызды қосып, алдын ала қасықпен араластырып аламыз. Содан соң таза табағымызға 3 дана жұмыртқамызды салып, шекерімізді салып, миксермен жақсылап араластырып, көлемі ұлғайғанша және ағарғанша жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей, көлемі осылай ұлғайып, ағарғанша араластыратын боламыз. Сол кезде бисквитіңіз жақсы піседі. Содан соң хош иіс беру үшін ванилин салғанды ұнатамын, ал оны салып-салмау сіздің өз қалауыңызда. Содан соң дайындап алған ұн, какао және разрыхитель салынған қоспамызды біртіндеп салып бастаймыз. Барлығын бірден салмаңыз, 2-ге немесе 3-ке бөліп салғаныңыз дұрыс. Сол кезде біркелкі жақсы араластырып, және де пісу барысында да бисквитіңіз көтеріліп піседі. Мінекей, біздің бисквитіміздің консистенциясы дайын болды. Сіздің қалаған табаңызға пергамент немесе фольга салып құйсаңыз болады. Сіздің табаңыздың мөлшері, көлемі, дөңгелек болуы, төртбұрышты болуы ешқандай маңызы жоқ. Ең бастысы бисквитті пісіріп алсақ болғаны. 180 градуста қызып тұрған пешіңізге 20 минутқа салып алсаңыз, бисквитіңіз дайын болады. Мінекей, 15-20 минуттың аралығында бисквитіміз пісті. Ішкі жағының піскенін білу үшін ағаш таяқша тығу арқылы білуімізге болады. Басы құрғақ болса, яғни барлық жері пісті деген сөз. Енді оны табамыздан алып, бөлек жерге қойып, суытып алуымыз міндетті түрде. Ендігі кезекте шоколадты глазурымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 33% сливки және шоколад қажет болады. Сливкиіңізді баяу отқа қойып, содан соң шоколадтың барлығын салып, үздіксіз біркелкі араластырып отырасыз. Үздіксіз міндетті түрде, себебі шоколад күйіп кетуі мүмкін астыңғы жағы, егер де дұрыс араластырмайтын болсаңыз. Мінекей достар, осылай үздіксіз араластырудың арқасында сливкиіміз бен шоколадымыз біркелкі араластырып әдемі консистенция шығады. Мінекей, дайын болған глазурыңызды салқындатуға қойыңыз. Ендігі кезекте кремін дайындайтын боламыз. Сливкиіміз міндетті түрде салқындатылған болуы керек. Пайдаланар алдында 20-30 минут мұздатқышқа, яғни морозильникке салып алсаңыз тіптен жақсы. Сол кезде тез қоюланатын болады. Енді 300 мл сливкиімізді құйып алдық. Содан соң 100 грамм сахарный пудрамызды салатын боламыз. Және миксеріміздің жылдамдығын уақыт өте жоғарылатамыз. Осылайша үлкен жылдамдықпен араластырған кезде 2-3 минуттың аралығында осылайша қоюлана бастайды. Сол кезде біз творожный сырымызды салатын боламыз. Мен маскарпоне пайдаландым. Салар алдын оны да миксермен 1-2 рет араластырып алсаңыз, консистенциясы біркелкі шығатын болады. Мінекей, творожный сырымызды салдық. Содан соң миксерімізбен жақсылап креміміз қоюланғанша үздіксіз араластырамыз.
Осылайша үлкен жылдамдықпен миксермен араластыру кезінде шеткі жақтары араласпай қалуы мүмкін. Сол себепті қасығыңызбен шеткі жақтарының бәрін ортасына қарай жіберіп және араластырып барлық жерінің қоюланғанын бақылаңыз. Креміміз қандай күшті болып шықты, консистенциясы қандай керемет. Бұл сливкидің салқын болғанының арқасында осындай қою болып шығады. Мінекей бисквитімізде суыды. Енді осындай арнайы ыдыстарға бөліп салатын боламын. Сіз өзіңіздің қолыңызда бар ыдысқа жасай берсеңіз болады. Ендігі кезекте бисквитімізді осылай ұсақ бөлшектерге бөліп, алдын ала 2 ыдысқа бөліп алатын боламыз. Мінекей 2-ге бөліп алдық. Енді бір ыдысымыздағы бисквитіміздің жартысын бөлек салып аламыз. Яғни бірінші жартысынан кейін крем жағып, сосын қалған бисквитті салып және крем жағатын боламыз. Барлығы видеода түсінікті етіп көрсетілген. Осылайша екінші слой кремімізде де молынан 2-ге бөліп барлық жеріне жағып шықтық. Достар, біз бисквитімізді суыттық, шоколадты глазурымызды да суытып жатырық. Не себепті? Себебі осы креміміз сұйылып кетпес үшін. Сол үшін олардың салқындатылуы маңызды. Осылайша шоколадты глазурымызды 2 ыдысымызға теңдей бөліп құйып шығамыз және қасығымыздың көмегімен беткі жағын тегістегеніңіз дұрыс. Бізде барлығы әдемі болып шығуы тиіс қой. Солай емес пе, достар? Достар, каналыма тіркелуді, лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей, шоколадты глазурымызды теңдей құйып алғаннан кейін соңғы штрих әсемдеуге келді. Безендіру үшін мен құлпынайды пайдаландым. Осылайша әдемі етіп әсемдеп шыққаннан кейін 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алғаныңыз дұрыс. Сол кезде бізде кремі бисквитіне сіңіп, сочный болып шығады. Мінекей, менде 1 сағат өтті. Енді ішкі бөлігін көрсетейін. Өте жұмсақ, нәзік. Прям ауызда ериді. Сіз де жасап көріңіз. Отбасыңызды қуантуға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.